А сыныбында өткізілетін ашық сабақ. Ашық сабақтың тақырыбы 1836-38 жылдардағы Бөкей Ордасындағы. Саламатсыздар, отыра қойыңдар. Бүгінгі көңіл күйлері қалай, балалар? Жақсы. Олай болса сабағымызды бастайық. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бағалау жүйесімен таныстырып өтейін. Сендердің әрбір жауаптарың, әрбір тапсырмаға берілген жауаптарыңды тиындар арқылы және фишкалар арқылы бағалаймыз. Бұл тиындар, фишкалар сендердің өздерінің бағалануларына және топтың бағалануына түрткі болады. Яғни, әр топтың өз топ басшысын сайлап алыңдар. Топ басшысы критериалды бағалау парақшасы арқылы топ құрамын бағалап отырсын. Жарайды, ары қарай кеттік іске сәт онда. Сонымен балалар, біз жаңа сабақты бастамас бұрын үй тапсырмасын пысықтап алайық, иә? Үй тапсырмасын пысықтап алу үшін тақтадағы бағдаршам әдісіне қарай қойыңдаршы. Яғни деңгейлік тапсырмалар арқылы әрбір топтан бір-бір оқушы шығып, бір-бір деңгейлік сұраққа жауап беру арқылы өздерінің фишкасын, тиындарын, ұпайларын жинай алады. Олай болса, Ұлы Дала тобынан, яғни біздің бірінші тобымыз рухани жаңғыру тобы екен. Рухани жаңғыру тобы топтармен таныстырып өтейік. Ұлы Дала тобы және қазақ елі тобы. Рухани жаңғыру тобында жаңа Қазақстанның болашақ Исатай мен Махамбет секілді өресі биік рухы жоғары батырларымыздың рухын асқақтататын нағыз патриотты азаматтар мен азаматшалар отыр деп сенеміз. Ал Ұлы Дала тобында мына балдар білесіңдер, дүние жүзінде бейресми атауға ие мемлекеттер көп. Мысалы, өзіміздің көршілес Қытай елі. Қытайды қандай ел дейміз? Аспан асты елі. Кореяны таңғышық елі, Жапонияны күншығыс елі, Голландияны қызғалдақтар елі тағысында кете береді. Яғни Қазақстанды жаңа Қазақстан ретінде танытатын Ұлы Даланың ұрпақтары отыр деп сенеміз. Болашақ керемет білімді ұрпақтары отыр деп сенеміз. Ал қазақ елі тобында Қазақстанның жаңағы рухын асқақтататын, беделін көтеретін, өте патриотты, ел жанды, мықты, саналы, интеллектуалы жоғары оқушыларымыз отыр деп сенеміз. Ал олай болса, осы әр топтан бір-бір оқушы шығып, бағдаршам әдісінің сұрақтарын алып, жауап беруге келе қойыңдар. Бірінші топтан келе қой, Диас келе қой, Аружан, Елей келе қой. Тез боламыз. Яғни балдар деңгейлік сұрақтар көріністің көзін аңғаумен білу деңгейінде оңай сұрақтар, түсіну деңгейінде және қолдану деңгейінде бір-бір кез келген өздеріңе ұнатқан бір бөлігін алып сұрақ қойып жауап бере қойыңдар. Аружан аласың. Мери, сен де біреуін ала қой. Оқи ғой Диас. Қамтыған аймақ. Бұл көтеріліс Бөкей Ордасында өтті. Жақсы, жарайсың. Диасты бағалап қояйық. 19 ғасырда отаршылдыққа қарсы бағытталған ұлт-азаттық көтеріліске отаршылдар тобы басшылық жасады. Бұл ұлт-азаттық көтерілісте басшылық жасаған Исатай мен Махамбет. Жақсы, Махамбет Өтемісұлымен жақсы қарым-қатынаста болған орыс ғалымдары. Карелин мен Даль. Карелин мен Даль еді, жақсы Аружанды бағалап қояйық. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Олай болса, үй тапсырмасын пысықтап алса, жаңа сабағымызды бастайық. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын бұл қызығушылықты ояту сәтінде қабілетті оқушымен жұмысқа мынау видеоны, бейнетаспаны Мұхамеджан бізге сөйлетіп берсе. Мұхамеджан тыңдайық. Келе ғой, Мұхамеджан. 19 ғасырдың бірінші жартысында патша үкіметі Қазақстанның батыс аймағында өзінің отарлы езгінің күшейтті. Және де отарлы езгінің күшейту әсерінен көптеген қазақтар наразылығын тудырды. Бұл кезде Жәңгір қазақтың ханы болып сайланған еді. Бірақ ол орыс патша үкіметіне бағынышты болды. Яғни орыстар қазақтардың құнарлы, жайылымға мол және де құнарлы жерлерін тартып алды. Қазақтар онда мал шаруашылығымен айналысатын еді. Бірақ кейіннен соң орыс ғалымы Перовский қазақтардың мал шаруашылығымен айналысқаны Ресей патша үкіметіне қолайлы болады деп есептеді.
және де бірақ қазақтар өзінің құнарлы жерлерінен айырылған соң олар жайықтың бойында балық аулай алмады. Ағаштар кесуге тыйым салынды. Ал орыс казактары немесе помещиктер балық аулап өздері мол байлыққа кенеле бастады. Жақсы Мұхамеджан, олай болса, бұл көтерілістің жеңілу себептері нендей себептермен жеңілді бұл көтеріліс? Бұл көтерілісте жеңілу себептері мынадай болды. Махамбет пен Исатайдың көтерілісінде қару-жарақтар және де ойланған жоспар болмады. Дұрыс айтасың, яғни алдын ала мұқият ұйымдастырылмаған еді, қару-жарақтың жоқтығы, аздығы, одан кейін тағы қандай себептер бар деп ойлайсың? Дұрыс. Мұхамеджанға қосып аларлар бар ма? Тағы бұл көтерілістің себептері, жеңілу себептері, Даниял бір себебін айтады. Себебі үлкен Ресей империясына қарсы шығу ақымақтық екенін түсінді. Жақсы, отыра ғой. Рухани жаңғыру тобына Мұхаммед. Көтеріліс шашыраңқы сипат болды. Көтеріліс шашыраңқы сипат алды, иә? Бұл да бір көтерілістің жеңілу себебінің бірі. Қазақ елі тобына Айдана. Бұл көтерілістің айқын бағдарламасы болмады. Дұрыс айтасың, айқын бағдарламасы болмады. Міне осындай себептерден балдар көтеріліс жеңіліске ұшыраған екен. Рахмет, отыра ғой Мұхамеджан. Олай болса балдар, осы біз сабағымызды ары қарай жалғастыру үшін ойлаудың алты қалпағы әдісі арқылы әр топқа екі қалпақтан беремін. Сол қалпаққа байланысты тапсырмаларымызды жалғастыратын бұл әдіс арқылы оқу іс-әрекетін ары қарай ұйымдастырып жалғастырайық. Рухани жаңғыру тобына ақ қалпақ және сары қалпақты ұсынамын. Ақ қалпақ, яғни Бөкей Ордасындағы 36-37 жылдардағы көтеріліске байланысты нақты фактілер келтіресіңдер постер жасау арқылы бейнелеп түсіндіріп берсеңдер болады. Ал сары қалпақта көтерілістің жағымды жақтарын зерделеп, жетістіктерін айтып беретін боласыңдар. Ары қарай келесі тобымыз ұлы дала тобы. Ұлы дала тобына қара қалпақ және қызыл қалпақты ұсынамын. Яғни қара қалпақта айтып тұрғандай көтерілістің проблемалары, теріс салдары, жеңілу себептерін ұсынасыздар. Ал қызыл қалпақта көтеріліске эмоционалдық сезіммен өлең оқып бересіңдер ме, эмоционалдық сезіммен талдау жасайтын боласыздар. Қазақ елі тобына жасыл және көк қалпақтарды ұсынамын. Яғни Бөкей Ордасындағы 1836-38 жылдардағы көтеріліске байланысты шығармашылық жұмыс формасын ұсынасыңдар, иә? Кез келген шығармашылық өздерінің фантазияларына байланысты шығармашылық форманы ұсынсаңдар болады. Ал балалар, олай болса дайындалайық. Дайындалуға уақыт беріңіз. Өзімізге берілген қара қалпақ тапсырмасында көтеріліс туралы ойымызды тілші әдісі арқылы жеткізгіміз келіп тұр. Ал ендеше менің сұрағым Мұхамеджан, көтерілістің басталу себептері неде болды? Көтерілістің басталу себептері патша үкіметінің отаршылдық әсерінен жерлердің жетіспеуі еді. Рахмет. Ал асылай саған келер сұрақ болса, Исатай Таманұлы Перовский жазған шағымында не туралы жазды? Біз патша үкіметінің қол астына әділ түрде өтсек те, әлі күнге дейін қорқынышпен өмір сүреміз, себебі бізді мал мүлкімізді тонап, талан-таражға салып кетеді. Рахмет. Біз өзімізді тілші әдісімізді айтамыз. Қалпақ тапсырмасының көрінісімен көрсететін боламыз. Ау Махамбет, арамыздан шыққан отауызды орақтың ақын емессің бе? Жырла мені мақтап мына жұртқа. Айтсам айтармын хан жәңгір, жұртқа да саған сіңді. Қарапайым халықтың ақысын жеп табаныңа таптадың ба? Қан емессің, қасқырсың, қасал басты басқырсың. Достарың келіп табылып, доспан сенің бастырсын. Қан емессің, аяnsың, айырғылық шаянсың. Тоқтат, жетер енді. Сабақтың аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Кері байланыс жасай өтек, тазалық әдісі арқылы жалпы тақырып бойынша алған керекті ақпараттарыңды чемоданға салыңдар. Сабақтағы керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңдар келіп, ал бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегендерің болса, ет тартқышқа салсаңдар болады. Қалалар кері байланыстарды жапсыра қойыңдар дайын болса. Чемоданға, қоқыс жәшігіне және ет тартқышқа. Жақсы балалар, мен сендерді кері байланыс жасап жатқан кезде сендердің бар балдарыңды, фишкаларыңды, тиындарыңды санай отырып мынадай қорытындыға келдік. Номер 78
барлық орта білім беретін мектептің Бөкей Ордасындағы қазақтардың 1836-38 жылдардағы көтерілісі тақырыбында өтілген ашық сабаққа белсене қатысқаны үшін бірінші орынмен рухани жаңғыру тобы марапатталды. Екінші орында ашық сабаққа белсене қатысқаны үшін Ұлы Дала тобы марапатталды. Құттықтап қояйық.